1971 жылы 9 желтоқсанда Алматы облысы Қызылжар ауылында Құранбектер отбасында бір бала дүниеге келді. Оның есімі туу туралы куәлікке Бейсен Құранбек деген атпен таңбаланды. Әрбір үлкен тұлғаның тарихы қарапайым өмірден басталады. Тыңдасаң, әр адамның ішінде бір ғасырға татырлық әңгіме жатыр. Сәлем сөздің анасы демекші, армысыздар баршаңызға. Мен Жетісу облысы Сарқан қаласы Абай атындағы мектеп гимназиясының 10 сынып оқушысы Сержан қызы Тұнық. Бүгінгі репортаж қарапайым адамның үлкен тарихы деп аталады. Бейсен Құранбектің балалық шағы ауылдың таза ауасымен, үлкендердің ақылымен және еңбекке толы күндермен өтті. Ол ата-әжесінің қолында өсіп, сол кісілердің мейірімі мен тәрбиесін бойына сіңірді. Ата-әжесі өте еңбекқор болатын. Таңертең ерте тұрып, малын қарап, шаруасын жасап жүретін. Бейсен кішкентайынан сол кісілерге қарап өсті. Еңбекқорлықтың, сабырдың, үлкенді сыйлаудың не екенін дәл сол кісілерден үйренді. Ол ауылдағы қарапайым өмірді ерекше жақсы көрді. Ата-әжесінің жанында жүріп, адалдық пен жауапкершіліктің қадірін түсінді. Кейін халықтың құрметіне ие болған азамат ретінде дәл сол ауылдағы тәрбие мен еңбекқорлықтың жемісін көрсетті. Бейсен де қарапайым ауылдың баласы еді, бірақ та оның бойында ерекше бір қасиет бар: адамға деген мейірімділік. Бейсен Құранбектің балалық шағы Қызылжар ауылында өтті. Табиғаты әсем, тыныш ауылда өскен ол кішкентайынан еңбекқор, зерек болып қалыптасты. Бейсен мектепте өте жақсы оқыды. Пәндерге қызығып, мұғалімдердің үмітін әрқашан ақтап жүретін. Оқушы кезінде белсенді, талапты, тәртіпті бала ретінде барлық ұстаздарының жүрегінде ерекше із қалдырды. Бейсен Құранбектің студенттік шағы үздіксіз ізденіспен алдыңғы қатарға шығуға деген табандылықпен өткен кезең. Ол университетке түскен сәттен бастап журналистика саласын жай ғана мамандығы емес, үлкен жауапкершілікпен қарады. Студент болса да өз ойын анық жеткізе алатын, сұрақтары әрқашан дайын, өмірге деген көзқарасы анық болатын. Бейсен Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы ұлттық университетінің журналистика факультетін тамамдаған. Университетте жүріп-ақ қоғамдық істерге белсене араласып бастады. Адамдарды түсіну, олардың мұңын тыңдау, олардың мәселесін шеше білу оның туған таланты еді. Сонымен қатар достарының арасында сабырлы мінезімен, байыпты сөйлейтіндігімен, ақылды ісімен ерекшеленетін жас жігіт ретінде танылатын. Еңбек жолын республикалық спорт газетінде тілші, жауапты хатшы қызметтерінен бастаған, ал қалған жылдарын қазақ телевидениесімен байланыстырып, Рахат 31-ші арна, Хабар, Президент телерадио кешенінде қызмет атқарған. Студенттік шақ Бейсеннің кәсіби қалыптасу жолындағы ең маңызды баспалдақтарының бірі болды. Ол осы уақытта еңбекқорлықты, жауапкершілікті және журналистикаға деген шынайы сүйіспеншілігін дәлелдеп шықты. Кейінгі жетістіктерінің барлығының негізін қалаған дәл сол студенттік шағы болатын. 2007-2012 жылдары Алматы облыстық Жетісу телеарнасының бас директоры болды. 2014 жылдың қазан айынан 2020 жылға дейін Алматы облыстық Жетісу телеарнасының бас директоры болып қайта атанды. Ең үлкен еңбектерінің бірі айтуға оңай бағдарламасы. Бұл жоба арқылы талай адамға үміт беріп, мыңдаған тағдыр шешілген болатын. Журналистика Бейсен үшін жай ғана атақ емес, адамның жүрегіне жол табу өнері болып саналды. Оның жұмысы жай ғана қызмет емес, адамдарға шындықты жеткізу, олардың мәселесін тыңдау, қоғамның айнасы болу еді. Бейсен Құранбек қарапайым адам еді. Бірақ ол кісінің жүрегі үлкен тарих. Ол кісі бізге бір-ақ затты үйретіп кетті. Ұлылық атақта емес, адам болуда.